Сәлем достар, сіздермен бірге салтанат. Сіздерді өз каналымда көргеніме өте қуаныштымын. Және біз крючокпен, яғни ілмекпен тоқудың ары қарай жалғастырамыз. Біз өткен сабақта столбик без накида мен воздушный петляны тоқып үйренген едік. Енді ары қарай тоқып үйренеміз. Столбик без накида үйрендік. Енді келесі қатарға өту үшін біз 3 воздушный петля теріп аламыз. 1, 2, 3. Енді тоқып жатқан жұмысымызды айналдырамыз. Мінекей, бізде әр столбикте осындай аркалар бар. Енді соларға тоқимыз. Яғни мынау бірінші арканыкі, мынау болып есептеледі. Енді келесі мұқият қараңыздар. Мінекей, жіпті іліп аламыз бірінші, сосын келесі мінекей аркаға кіргіземіз. Бұл жерде мына екі өрімнен осылай кіргізіп шығарамыз. Мінекей кіргізіп, жіпті іліп аламыз. Бізде крючокта 3 жіп. 3 жіптің екеуін тоқимыз. Бізде екеу қалды. Тағы да екеуін тоқимыз. Бұл бізде столбик с накидом деп айтылады. Келесін көрсетейін. Мінекей, жіпті іліп аламыз крючокқа. Келесі мінекей, екі өрімнің арасынан аламыз. Мінекей, екі өрімді осылай алып, бұлай шығарамыз. Мінекей, екеуінен өткіземіз. Екеуінен өткіземіз. Тағы да мінекей. Міне бізде былай шамалы тартсақ, араларынан көрініп тұр, қай жерден жіпті іліп алу керек екені. Осылай кіргіземіз. Мінекей, мына жақтан қараймыз. Екі өрім, мінекей, екі өрімнен осылай іліп шығару керек. Бізде крючокта 3 жіп қалады. Мінекей, 1 и 2. Мінекей, столбик с накидом деген осылай көрінеді. Осылай соңына дейін тоқып шығасыздар. Және келесі қатарда мен сіздерге столбик с двумя накидами деген көрсетемін. Яғни екі накидпен столбик. Мінекей, бізде ең бірінші қатарда бір воздушный петлямен көтерілген едік. Сол жерден тағы да осылай алатын боламыз. Себебі ол бір столбиктің орнына тоқылған еді. Мінекей. Енді келесі қатарға өту үшін бір воздушный петлялар тереміз. Яғни біз бұл жолы 4-еуін тереміз. Себебі бізде бұл екі накидпен тоқылатын столбик шамалы ұзындау болады. Сондықтан 4 воздушный петля алдық. Енді қараңыздар. Біз бір столбик с накидом тоқыған кезде бір рет қана іліп алдық. Ал енді бұл жерде біз 2 рет аламыз. Мінекей, 2 накидпен 1 накид, 2 накид алдық. Және де келесі столбиктің жоғарғы жағына мінекей, мына жерге тоқимыз. Мына жерге, мына жақтан 2 өрім көрініп тұру керек. Мінекей, дәл осылай тоқимыз. Екеуінен өткіземіз, екеуінен өткіземіз, и соңғы екеуінен өткіземіз. Бізде осындай ұзынша столбик шығады. Мінекей, 1 накид, 2 накид. Мінекей, кіргізіп, осылай жіпті шығарып аламыз. Мінекей, 1 и 2 и 3. Мінекей, тағы да көрсетейін. 1, 2 накид аламыз. Келесі столбиктің жоғарғы жағынан жіпті іліп аламыз. Бізде қанша? 1, 2, 3, 4 накид. Енді екеуінен өткіземіз. Тағы да екеуінен и тағы екеуінен өткіземіз.
Мінекей. Дәл осылай тоқып шығамыз. 2 накид аламыз. Бұлай тоқимыз. Екеуінен, я. Мінекей. Бізде ең бірінші қатар воздушный петля. Екіншісі столбик без накида. Сосын столбик с накидом. Сосын столбик с 2 накидами, я. Яғни 2 накидпен столбик. Мінекей. Осы техникаларды білгеннен кейін сізге ары қарай тоқу өте жеңіл болады. Бүгінге осы. Егер сіздерге видеом ұнаса, лайк басып, пікір жазып кетіңіздер. Және де ары қарай менімен тағы да ерекше туындыларды тоқып үйрену үшін подписка жасап қойыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Және де келесі видеоларда кездескенше.